Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен баршаңызды құттықтаймын. Қазақтың шай дастарханына қойылатын тоқ тағамның бірі жент дайындаймыз. Жасалу жолдарының барлығын толықтай көрсететін боламын. Қалай дөңгелек етіп формасын жасауға болады, немесе қалай қоюға болады дегендей. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге меруерт. Барлық қосатын заттарымызды дайындап аламыз. Бізде бидайдың талқаны, тарының жармасы, жүгерінің талқаны, тарының талқаны. Барлық құрамдар төменгі описанияда жазылған. Қоюландырылған сүт және де табиғи бал. Табиғи бал мен қанттың екеуін біреуін қоспай қойсаңыздар болады. Және де қант, мейіз, жылқының іш майы мен сары майды қосатын боламыз. Жылқының іш майы мен сары майды бөлек отта қыздырып аламыз. Содан кейін үстіне бидайдың талқаны, тарының жармасы барлығын кезек-кезек араластыра отырып саламыз. Женттің оригинал рецептісінде балды қосу әрине міндетті емес, бірақ біз қазір сәл дәм беру үшін қосатын боламыз. Қоспай қойсаңыздар да болады, тек қана қантпен дайындасаңыздар да болады. Қантымызды, қоюландырылған сүтімізді және де балымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Тіпті қазіргі таңда ғалымдардың зерттеуі бойынша жылқының іш майы адам денсаулығына пайдасы зор. Қазіргі таңда жылқының майымен тамақ пісіру керек деген хабарландыруды айтып жатыр. Сондықтан осы жылқының майы арқылы біз жент жеген кезде күндікпен тоқ жетіміміз анық. Тіпті жақында ораза келе жатыр, сол кезде ауызбектерде жентпен ауыз бекітсеңіздер, міндетті түрде күндікпен тоқ жеттеріңізге мен сөз беремін. Неге осылай оп-оңай жентіміз дайын болады? Енді қазір формасын жасап көрсетемін. Мен қазір осылай дайындап жатырмын ыдысқа. Кез келген ыдысты аласыздар, кішірек ыдыс болғаны дұрыс. Осылай қасықпен салып, үстінен қатты басып, төңкеріп қоя береміз. Немесе қолыңызбен дөңгелек етіп те жасасаңыздар болады. Дайын болған жентті 20-30 минуттай салқын жерге қойып қоямыз. Жент қыста қатпайтын, жазда бұзылмайтын, әрқашан дәмі мен нәрін сақтайтын қазақтың ұлттық тағамының бірі. Пайдалы, құнарлы, өте дәмді жентіміз осылай дайын болды. Қалғанын бөлек ыдысқа салып қойсаңыздар болады, солай да жей берсеңіздер болады. Өте дәмді болған, сіздерге де кеңес етемін. Міндетті түрде дайындаңыздар, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған меруерт, келесі кездескенше астарыңыз дәмді болсын.